Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін мен дымляма тағамының рецептін сіздерге ұсынамын. Бұл менің өзімнің нұсқамдағы түрі. Өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қажетті ингредиенттердің құрамын астына жазып кетемін. Жаңағы картобымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп кесіп аламыз. Қалыңдығы дәл видеодағыдай болуы тиіс, тым жұқа кеспеңіздер. Жалпы дымляма рецебі Орта Азиялық тағам болып есептеледі. Аудармасында жалпы дымляманың аудармасы бұқтыру деген мағынаны білдіреді. Сол себепті жалпы бұл тағамға көбінесе картоп, орамжапырақ, сәбіз, тіпті тәтті бұрышта қосады. Енді мен өзімнің нұсқамдағы дымляманы пісірдім. Қалауларыңыз бойынша жалпы қызанақпенен тәтті бұрышты қосуға болады, бірақ мен қосқан жоқпын. Мен бұл жерде жалпы қыздар 3 картопты турадым. Мынау 2 картопым артық екенін түсіндім. Сол себепті 3 ғана жеткілікті екен. Енді сәбізімізді турап аламыз. Жалпы мен әрқашан тамақ пісірер алдында осылай барлығын турап реттеп алып, бірақ пісіргенді ұнатамын. Сол себепті барлығын осылай турап дайындап аламын. Сәбіздерді мен осылай дөңгелек етіп турадым. Қалыңдығы дәл видеода болуы тиіс. Тым жіңішке қылдырмаңыздар, тым қалың қылдырмаңыздар. Және де дымляманы жалпы қазанда пісіреді, бұқтырып тұрып. Сол себепті мен өзімнің ескі қазанымды алып шығардым. Қыздар, қазанның түріне мән бермеңіздер. Жалпы ерте замандағы қазандар бәрінен де қазіргі қанша мықты жаңағы фирмалы кастрюльдер болса да бұрынғы қазанға жетпейді. Сол себепті мен қазанға пісіремін. Және де пиязымызды да осылай етіп турап аламыз. Жалпы дөңгелек етіп те турауға болады, бірақ менің пиязым тым үлкен болды. Сол себепті мен ортасынан бөліп турадым. Бұл жерде қыздар, менің байқағаным, менің үйімде орамжапырақ өте аз қалыпты. Сол себепті мен қанша бар сонша турадым. Бірақ та егер сіздердің үйлеріңізде болса, жалпы көбірек қосқан дұрыс, өте дәмді болып шығады. Барлығын осылай дайындап аламыз. Енді етімді де турап аламын. Мен бұл жерде сиыр етін қолдандым, қыздар. Жалпы бұл жерге піскен етті де қолдануға болады, сиыр етін де қолдануға болады, жылқы етін де қолдануға болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша белгіленген бір жаңағы қағида жоқ. Сол себепті өздеріңіз қалаған етті қолдана беріңіздер. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Мен сиыр етін қолдандым, тағы да қайталаймын. Барлығын осылай турап аласыздар да. Міндетті түрде жаңағы барлық гигиена тұсынан жаңағы барлығын сақтайсыздар. Менде барлығы жақсылап тұрып жуылған, қаз етімді де жуып дайындап аламын. Барлығын осылайынан турап реттеп алып қоямыз. Және дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Қалауларыңыз болса жалпы укроп, зира барлық қосуға болады, бірақ мен ондайларды қосқан жоқпын. Қазаныма жаңағы майды құйып алдым, сұйық майдың үстіне осы етімді салып, орташа отта алдыменен қуырып аламын. Бұл етімнің қазір сөлі шығады, міне сөлі шықты. Міндетті түрде тұзын, бұрышын қосып аламын, қыздар. Сонда етіміз жақсы болады. Кейін қуырылғаннан кейін бір стақан мен су құйдым. Енді осыны жаңағы етіміз жұмсарып піскенше бұқтырып тұрып пісіреміз. Етіміз біраз жұмсаруы тиіс. Етім шамаменен 40 минуттай менде бұқтырылды, орташа отта, орташадан төмен. Кейін енді оның үстіне мен осы пиязды саламын. Пиязды барлық қатарлап салып шығамын. Пияздың қатарлап салып болғаннан кейін оның үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбіздің барлығын үстіне осылайынан қойып шығасыздар, араластырмайсыздар. Бұл яғни қабат-қабатымен пісу керек, яғни слой-слоймен деп айтамыз ғой. Қабат-қабат етіп пісуі тиіс. Енді осыны бұқтырастыр, суды құйдың қажеттілігі жоқ. Астындағы бағанағы біз қойған бір стақан суменен өзі бұқтырылып піседі. Газдың асы менде ақырында тұр. Шамаменен 20 минут өткеннен кейін мен картопты салдым. Картопты салғаннан кейін жалпы жарты сағаттай мен оны бұқтырып пісірдім. Газдың асты тағы да қайталаймын, менде ақырында тұр.
барлығын осылайынан салып үстінен басыңқырайсыздар. Мен жалпы осы картопты салғаннан кейін үстіне тұз себеледім. Себебі алдыңғы тұзым аздау болған сияқты болды. Етке ғана қосқандықтан бір шай қасықтай тұз септім де оның үстіне тағы да 1 стақан су құйдым. Енді осыны жарты сағаттай бұқтырып пісіремін. Жарты сағаттан кейін мен оның үстіне жаңағы орап жапырағымызды саламыз. Барлығын үстіне саласыздар, ештеңе араластырмайсыздар. Барлығы менде слой-слой болып пісіп жатыр. Енді осының үстіне тарелканы жабамыз. Дәл осылай етіп, үстіне крышкасын жауып, жарты сағаттай бұқтырып тұрып пісіреміз. Жарты сағат өткеннен кейін тарелканы алып тастайсыздар да, крышкасын жауып, тағы да 10 минуттай бұқтырасыздар. Тамағымыз дайын болады. Дайын болған тамақты алып саласыздар. Бұқтырылып өте дәмді болып піседі. Еті деген қыздар езіліп тұрып дәмді болып пісіпті. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.